Барлықтарыңызға сәлем, есімім Аяулым. Менімен бірге жұмсақ әрі үлпілдек бауырсақтың рецепттерімен бөлісетін боламын. Той кезінде де үйіңізге қонақ шақырған кезде де ұялмай ортаға қоятын бауырсақтардың бірі. Сіздер де отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып өздеріңізге сақтап алыңыздар. Ең алдымен аппарат дайындап аламыз. Ыдысымызға 250 грамм жылы су дайындап аламыз. Оның үстіне 1 шай қасық ашытқы, 3 ас қасық қант салып араластырамыз. Бетін жауып көтерілгенше қалдырамыз. Бөлек ыдысымызға 250 грамм жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. 80 грамм сары майымызды, 50 грамм майонезімізді және 1 ас қасық тұз салып жақсылап араластырып аламыз. Оға дейін ашытқымызда дайын тұр, үстіне қосып, барлығын бірге араластырып аламыз. Барлығының үстіне 1 килограмм ұнымызды дайындап, бірден салмаймыз. Аз-аздан ұнды да бөлек-бөлек қылып салып аламыз. Салып осылай араластырамыз. Жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр илеп болғаннан кейін соңына үстінен майымызды жағып, үстінен пищевой пленкамен жауып, жып-жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырымыздың үстін осылай етіп басып, қатты жұқа қылмай, осылайынан жайып аламыз. Өзіміздің қалаған формаларымызбен кесіп аламыз. Дайын болған қамырымызды араларын ашықтау етіп, бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Осы кезде майымызды қыздырып отқа қойып қоямыз. Қызып тұрған орташа отты майымызға бауырсақтарымызды салып, алды артын қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Мен ондай қылып қызартпаймын, өздеріңіз қалағандай. Біз осылай кішкене ақшылдау етіп пісіріп аламыз бауырсақтарымызды. Осылай істесеңіздер әдемі көрінеді. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әркім әрқалай қызартып та алады, сарғайтып та алады. Мінекей біздің жұмсақ әрі үлпілдек бауырсағымыз дайын. Видео ұнаса каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайтынына 100% сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Столдарыңызға ұялмай қоятын бауырсақтардың бірі. Сіздермен бірге болған Аяулым. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.